Быйыл Семей қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің құрылғанына 15 жыл толды. Мерейтой аясында мерекелік концерт пен көрме ұйымдастырылды. Онда оқушылардың ғылыми жетістіктері мен шығармашылық жұмыстары ұсынылды. Толығырақ әріптесім дайындаған бейне материалда. Семей қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2009 жылдың 1 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ашылды. Бүгінгі таңда мектепте 790-нан астам дарынды бала білім алады. Олар еліміз бен шетелде өткізілетін академиялық байқаулардағы жүлдегерлер қатарын жылдан жылға толықтырып келеді. 200-ден астам оқушы беделді халықаралық және республикалық олимпиадалардың жеңімпаздары атанса, 150-ге жуық оқушы ғылыми байқауларда жүлделі орындарға ие болды. Бүгінгі мерейтойымыздың тақырыбы да бірегейлік, жасампаздық, өркендеу деп жайдан жай алынып отырған жоқ. Бұл жерде біз мектебіміз Назарбаев зияткерлік мектептері деген бірегей жобаның арқасында бірегей мектеп пайда болды қаламызда. Оны әрине барлық бағдарламасын, барлық идеясын жүзеге асыратын жасампаз, шығармашыл ұстаздар, қызметкерлердің арқасында біз өркендеген оқушыларымызды алдық. Мереке аясында көрмелер ұйымдастырылып, көрермендердің назарына оқушылардың жұмысы ұсынылды. Көрмеге қатысушылардың айтуынша, бұл оқушылар үшін ынталандыру, яғни көрме оқушылардың тек академиялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар қол өнер мен бейнелеу өнеріндегі даму деңгейлерінің жоғары екенін көрінісі. Бір айта кететін жайт, бұл жұмыстар бізде яғни алмастырылып отыратын болады жаңа оқушылардың жаңа жұмыстарымен. Жалпы мен негізі өзім өнер адамы екенімді бала кезімде білген болатынмын. Осы 1-4 сыныпқа дейін мен арнайы бейнелеу өнер студиясына қатысқан болатын. Бірақ НЗ мектебіне осы келгеннен кейін Назарбаев зияткерлік мектебі маған жаңа мүмкіндіктер ашты. Мен 7-ші сыныптан бастап түрлі жарыстарға қатыса бастадым. Және қазіргі таңда мен 8 халықаралық және 18 республикалық түрлі дәрежелі дипломдардың иегері болып отырмын. 15 жылда Назарбаев мектебі жастардың зияткерлік әлеуетін дамытуда үлкен қадам жасады. Осы уақыт ішінде білім ордасы өзін табысты оқыту жүйесінің үлгісін қалыптастырған мектеп ретінде ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның білім берудегі инновациялық тәсілдерді енгізушісіне айналған жетекші білім беру орталығы ретінде көрсетті. 15 жылда ішінде тарих көзімен қарағанда қас-қағым сәт, бірақ та мектеп үшін әрине бұл өзінің тарихы ғой. Енді мен бұл мектепте 10 жыл мектеп директоры қызметін атқарғандықтан әрине соның барлық көз алдында. Ең негізгі мұндағы мен айтатыным коллективті мұғалімдер ұжымын құттықтаймын мерейтойыменен. Өйткені бұл мектеп үлкен нәтижеге жеткен мектеп. Нәтижеге жеткен деген сөз халық, қоғам мойындаған. Бұл мектепті тек қана біздің қоғам емес, шетелдік мемлекеттердің қолдаған, мойындаған. Салтанатты шара аясында педагог Асулан Кәкенов қамқор жүрек төсбелгісімен марапатталды. Ол 2009 жылдан бастап Назарбаев зияткерлік мектебінде еңбек етеді. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазы. Асулан Кәкенов берген білімнің арқасында шәкірттері түрлі жарыстарға қатысты. Сондай-ақ педагог өз әріптестеріне де әдістемелік қолдау көрсетеді. Назарбаев зияткерлік мектебінде қызмет етіп келе жатқанымыз 15 жыл болыпты. Бұл төсбелгі жалпы қоғамға қосқан үлесі үшін деген қамқор жүрек деп аталатын төсбелгі. Біз Назарбаев зияткерлік мектептерінде Семей қаласы бойынша бұл бірінші рет беріліп отырған марапат. Сондықтан әрине қуаныштымын. 15 жыл деген аз емес, көп емес уақыт, бірақ 15 жылдың ішінде алдымыздан қаншама шәкірттерді ұшырдық. Жалпы қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде осы салада жасап жатқан жұмыстарымыз жеткілікті. Назарбаев зияткерлік мектебін 1169 түлек бітірді. Оның 410-ы Назарбаев университетіне түсті. Көптеген түлектер ақш, Канада, Италия, Германия, Литва, Қытай, Ресей Федерациясы, Оңтүстік Корея, Біріккен Араб Әмірлігі, Финляндия, Венгрияның жетекші оқу орындарында оқиды. Сондай-ақ отандық жоғары оқу орындарының студенттері. Бүгінгі таңда олардың басым көпшілігі ғылым, медицина, экономика, білім беру және ақпараттық технологиялар сияқты маңызды салалардың озық мамандары атанып, елдің өркендеуі жолында еңбек етуде. Сұлтан Жоламанов, Малика Мұхтарова, Назерке Мұратқали, Аян Мұхтарлы, Семей телеарнасы.